балам, сен де қатырасың. Атам, өтініш, мына жерге отырасыз ба? Бұл сағат нөмір. Жарайды қызым. Кешір. Мам, Алған. бұл төр орын. Бұнда негізі үлкен адамдар отырады. Бұнда негізі атам отыру керек. Көп сөйлемей ғана тыңдаңызшы. Бұнда негізі атам отыру керек дейді. Балам, маған осы орында ыңғайлы. Қалайсыз бап, қалай демалдыңыз? Жақсы демалдым. Әкелші енді. Алло, Басеке, тезірек шығарсыз ба? Қазір жұмысқа кешеміз. Кешіп қалсам бір ұрса ма? Әлде менен басқа бастығым бар ма еді? Жоға, Басеке. Күт жұртты. Қашан уақытылы тамағын ішіп, қашан уақытылы жұмысқа барады екенбіз осы? Ағат, сенмен сөйлесетін жеке бір әңгіме бар еді. Әлі қазір ма? Дәл қазір. Айта бер, құлағым сенде. Сенің мына әкем келгелі бері үй жинау, тамақ істеу, кір жуу, үлгере алмай жүрмін. Мен не оң қолым бар етпедім? Маған не дейсің, ерте тұр. Ерте тұрып жүрмін. Кстати, бір апта өтті едің ғой. Бір ай болды ғой келгеніне. Сода маған не деген кеп тұр? Егер сен мен айтқан тыңдасаң, сенің әкеңді қарттар үйіне өткізіп жіберейін. Сен ақыл деп тұрсың, әкемнің 4 ұлы бар, әкем қарттар үйіне бару керек па? Жоқ, сен мен дұрыс түсінбедің. Басқа бала үйіне барсың. Мен үйдің үлкенімін, сол себепті әкем менің қолымда тұруы тиіс. Жарайды, сенікі де дұрыс шығар. Әкемді қарттар үйіне өткізейік. Бірақ сен әкеңді де бірге жіберейік, бір-біріне серік болсын. Не? Не айтып тұрсың? Не істесең сол? Сен есің дұрыс па? Қолындағы бақ құсыңды бір сәтте ұшырып алма. Абайла. Енді не деймін? Енді не деймін дейді ғой. Мен де сен сияқты жұмыс істеймін. Азанда кетсем, кешке келем. Балаларға қарайын ба, әлде сенің әкеңе қарайын ба? Түсініп тұрмын. Енді мен әкеме кетте өйтпейтін шығам. Сонда мәңгі уақыт біздің үйде болсын дейсің ба? Тойды келесі жылы жасаймыз. Балам, әке. Мен анау Шәкен баланың үйіне апарып тасташы. Тыныштық па? Не жақпай қалды? Тыныштық. Тек мына этажды үйлерінде тынысым тарылып кетті. Оның үстіне мына немерелерімді қатты сағынып кеттім. Кешкісін не дастақ деп едік. Ендеше астан кейін апарып тастарсың. Жақсы, ан жаққа барып демала беремін. Қайдағы ет, өзің асып ал етті. Қош сені. Әзірлеш жайын. Қалайсыз әке, қалай демалып жатсыз? Шүкір балам. Түріңізге қарасам, көңіл күйіңіз болмай тұр ғой. Балам, ана келінге түсіндіріп айтып қойшы. Не істесем де жақтырмайды екен. Әке, мінезін білесіз ғой? Маған нағыл дейсіз? Балам, менің ақылымды тыңдасаң, ешкім жаман әйел болып туылмайды. Жақсы әйел тек жақсы еркектің жанында жүріп, жақсы болады. Сондықтан да кінәнің бәрі мына өзіңнен ізде. Әке, сіз біздің үйге қонақ болып келген жоқсыз ба? Қонақ секілді жүрсеңізші, өтініш ақыл айтпай. Мен өз үйімде жүрмін десем, Жай ғана қонақ екенмін ғой. Жоқ, әке, сіз мені дұрыс түсінбедіңіз. түсіндім балам, бәрін түсіндім. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум. Малдан аман ба? Қалайсыңдар? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Осыңдар ғой, біздің үйге шақыртып кел. Білмеймін, саған айтқан жоқ па? Жоқ, айтқан Сен жоқ. білмейсің. Жоқ. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум орнатты. Қалайсыздар? Жақсы. Осы жерге жинаған себебім, әкеміздің мәселесін шешу керек. Мен 2 ай болды жатқаны, басқаларын алсаңдаршы. Менің де үйімде бір ай жатты. Бір бөлмелі үйде әлі сүйіп жатқанда, басқаларымды алыңдарсыңшы. Менен бері бірде 1 айдан астам жатты ғой, сен алсаңшы. Мен не үшін алуым керек?
балам, қалайсың? Жақсы әке. Әке, мен қазір шұғыл жұмыстармен жүремін, сосын өзім хабарласам. Жарайды балам. Сен неге әкеме өтірік айтасың? Сен жұмыста емессің ғой. Ең не деп айтыруым керек? 4 жыл отырып алып, әкеміздің тағдырын шешіп жатыр деймін ба? Ақылдысы мұның, әкетпейсің ба үйіңе? Енді бұған не дейміз енді? Мен де үйімде бір ай жатты, және де 4 баламмен бір бөлмелі үйде сыймай жатқанда. Мирас, сен алсайшы. Әкеммен жақсысың, жағдайың да жақсы, үйдің үлкенісің. Әңгіме жағдайда емес, білесің, іс сапардамын, қатын жұмыста, бала сабақта, мен ол кісіні қалай қараймын? Шәкен, сен алсаңшы. Жақсы ғой, бірақ қатыным мінез тұрғанда әкем түгілі өзім үйге әрең сиям. Жандос, сен неге алмайсың? Өзім-ақ алар еме, қолыма салып аялап отыратын ем. Біреуіңе де күнін қаратпас ем. Өзімде бір шаруа болып тұр. Еше, менде бір жақсы ой бар. Не ой? Қандай? Әкемді жеңді қарттар үйіне тапсырғанымыз дұрыс сияқты. Сен неге өксідің? Қайда қарттар үйі? 4 баласы бар әке қарттар үйіне тұрды деп елге не бетімізбен қараймыз? Еше, әке дейіне адам отырып сөйлей береді екен ау. Маған ағыл дейсіңдер. Негізі атана деген қара шаңырақта қалу керек. Ал қара шаңыраққа ие болып, кенже бала қалу керек. Саған ауылдағы үлкен үйде қора қопса барлығын қалдырып кеттік. Ал сен болсаң бізбен жарысып қалаға келдің. Соны айтам. Еше, несіне дауласып отырмыз? Әкесінің пенсиясын осы алады екен. Әкетпейсің ба үйіңе? Енді ағалар осындайда бауырлығымыз қайда қалды? Көмектесеміз ғой, саған көмектеспейміз деп жатқан жоқпыз. Үш ағам болып, бір амалын табамыз, ала тұрсаңшы. Қысқасы, әкеміз үйіңе алып кет. Қалғанына ағалар болып бұйырма нәрсесін шешеміз. Жарайды онда. Уақытша ғой, жағдайды көріп тұрсыз. Жарайды балам, сендерге масыл болмасан болған. Әке, о не дегеніңіз? Бізден бірдеңе керек болса айтарсыз. Балам, мынау менің пенсиям, мынаны керегіне жаратарсың. Рахмет, әке. Мінеки, сөмкеңіз. Аман болыңыз, ауырмаңыз. Қара, ұялмай шешесінің пенсиясын алуға келіпті. Балам, мынау менің пенсиям. Бір қажетіңе жаратарсың. Рахмет мама. Жарайық, тұрайық. Жүре ғой балам. Әке, әжеміз тағы тастап кетеміз бе? Сіз айтып едіңіз ғой, осы жылы алып кетеміз. Келесі келгенде міндетті түрде алып кетемін. Балам, сен уайымдама. Маған осы жер ыңғайлы. Жүре ғой. Үйге барған соң бәрін түсіндіремін. Түсіндіргенде қашан алып кетеміз? Сіздерге арнайы шақырту қағазы керек па? Уақыты болған соң дәлеріңізді ішпейсіздер ма? Қарағым, қапы болма. Біз мына ойынға кіріп кетіппіз. Қазір барамыз. Сіздерден басқа қанша шаруам бар. Болыңыздаршы тез-тез. Қарағым, сен үлкен кісіге қалай сөйлейсің? Ой, өз балаларыңызға керек болмағанда, маған керексіздер ма? Қалайсыз? Жақсы балам, өзің қалайсың? Жақсы. Әке, сізге бір анекдот айтып берейінші? Ал айтшы. Баяғыда бір тәжік мысық болыпты. Балам, сен мысықтан басқа анекдот білмейсің ба? Білем. Баяғыда бір орыс ит болыпты. Сен теке уақытын өткізе бергенше сабағыңды оқы. Дайындап қойғам. Дайындап қойсам пайдалы іспен айналыс. Әке, атамызға қашан алып келеміз? Балам, әкелеміз. Атан санаторияда емделіп жатыр. 10 күн болды ғой әкелеміз дегеніне. Бір ай өтті ғой. Әкем санаторияда дейсіз, ал әкем қарттар үйінде. Оны саған кім айтты? Кеше әкем мен анамның несінен естіп қалдым, әңгімесінен. Балам, мен не істесем де сен болашағың үшін істеймін. Сен оған уайымдама. Олжас, сен ақылды баласың ғой, оның соңында білетін жігіт бол. Әкенің үлкен азаматы бол. Әке, мен сізге қарап өсіп келем. Я, молодец, әкесіне қарап өскен бала қор болмайды. Әке, ертең мен де өсем, сіз де қартаясыз. Сол кезде мен сіздің ісіңізді жалғастырып кетейін бе, әлде маған басқа жол көрсетесіз? Сен бала әкеңе қалай сөйлейтін болғансың? Әке, ертең
Мен де өскен кезде, сіз қартайған кезде осы ісіңізді қайталап кетейін. Сол себептен мен емес аңдап басатын, өз қадамыңызды өзіңіз ойлап аңдап басыңыз. жағдайыңыз қалай әке? Қарттар үйіндегі адамның қалы қалай болушы еді? Әке, бізді кешіріңіз. Қателеспейтін адам болмайды, балам. Мен сізді алып кетуге келдім. Сендердің келетіндеріңді білгем. Қалайша? Мен өйткені өз ата-анамды ешқашан тастамағам. Мен сізді енді қарттар үйіне тастамаймын. Кешіріңіз бізді. Кешірдім, балам. Рахмет әке, рахмет. Ата, өз орныңызға отырасыз ба? Қай жерге отырайын, қызым? Ата, сіздің орныңыз төр ғой, төрге отырыңыз. Жүр, мен осы жерде де отырайын. Төрге отырыңыз. Жоқ әке, төрге шығыңыз, сіздің орныңыз төр. Әлі бәрекелді, енді дұрыс болды. Қалай балам, ұйқың қанды ма? Қанды, сіздерге бір анекдот айтып берейінші. Айтшы. Балам, әлгі мысық туралы ма? Қайдан біліп қойдыңыз? Балам, сен анекдотыңды білеміз ғой.